Мына киімдерімді бір уақыт тамақтың ақшасына қимыл қылудан бұрын қалқым қараңыздар, мен сіздерге бір маңызды жұмысты айтайын. Ана бір уишин жаңқауым тақал қапты, оған ойбай жауап қайтармады деп тағы да алдамшы деп шығып жүрмеңіздер. Бұл адам дегенге бар ғой. Тауба таңғалам. Мен ана перизат алып шыққанда 20 мың сом пұлды берген адам бетін көрмей тұрып, сіздің ана бір тал шапан бар ғой, менің әрбірден кейін шайлығым. Былай айтайыншы, сол бір кішкентай шапаны бір уағында бармағанға, әне күн әлгі мына жаңадан біздің жерді ашқанда арт-артынан шәдан болып, мына көйдейдің есі ауысып кетіп, ана малдың көптігінен мал 2 күн уағында жүрмей қапты. Ол барып болғанша 4-5 күн өткесі, соның арасынша арыз қылып, мен пұлымды алып, малым кеметіп, не деген осы бір мынчылы құдықтың ішіндегі бақа сияқты бір адамдар бар, күйкетеміз. Қайда бір мында қымбат мал алған адамдарчы, шатақ жоқ екен да, бітіп сұрап та қоймайды екен. Қайдағы 20 сом 30 сомдық нәрсе алған адам күнде сұрап ой, түк көрмеген адам деген белгілі екен ғой. Түк көрмеді десең, ана 30 сомға 40 сомға бірден алса, ана 5 мың 20 сомдық 50 мың сомдық нәрсе алғандай түн-түнімен ұйықтамай сол ұрлап кете ма деп. Бір қандай адамнан алып отырсыз? Мен Гүлсана осы уақыт кешейін, мен сізге айтайын, мен айттым ғой, Құдайда жан қарызым бар, басқа адамда мен мынандай адам емеспін, мен сізге айтайын. Мұны нервіме тимеңіздерші, бола ма? Кейбір соның арағында тол соғып, ана жаңа ашылған жаңқауымды бүгін пітеп сапты. Мынаның ішінде пәлен жақсы адамға мен жауап бере алмадым ішінде. Мені арыз қылмаған ана ақкөңіл адамдарға жауап бере алмадым да. Сонымен ол кісілер ойбай мынау алдамшы ма деп қаламаңыздар. Менің ана жаңа немене яулю арбарлю у басы деген нөміріме қосылып, сөзіңізді айтсаңыздар, тексеріп бер десеңіздер, тексеріп береме қалқым. Мына дүниеде ең жаманы мен сіздерге де айтып жүрмін, мына адамның беті. Бет жоқ болса жасаудың қажет жоқ. Сенімділік болмаса менің сауда істеуімнің қажет жоқ. Маған сенгендіктен пәлен жыл арзан нәрсемді, қымбат нәрсемді алып, бәрінің сапасын білгендіктен сіздер мені қолдап келе жатқан шығарсыздар, қалқым. Мына араға бір 4 тал маңқа кіріп аптылам. Толсу қылып, ой, көргенсіз адам қамал жоқ. 99-дан қалқым, мына чапаным 99 сомға сайпынға апарсаңыз жағасын тікпейді міне. Ақ қара екірен. Айтпайын 4 экске дейін шығады ана балыға акула маған сым чапан симады деген дүзгүлінің төмен жағы 80 кішкене тәп-тәуір ет өсетін жеріне өскендер кесіздер мынаны. Міне көрдіңіздер ма міне? Міне мына қарасы. Қысқа шапанды не деген іздейсіздер бұл міне? Мен ғой әлгі семез адамдардың қысқасы киген құпайым өзі дәу болып ананы толтитып. Бір ұзын киіңіздер салапатты мынандай шығады ғой. Енді мына чапандар шынын айтсам ма заводтан шығу чыңбыны өте қымбат әмін сапасын көрдіңіздер ма қалқым. Мына ішіндегі гаңсырға ванхун гаңсыр болып кетті ма 55-тен жүң жібек үрімжіде пипаға 90 сақат жатқаны мына жүң жібек. Мына көзін біреумен жұлысы бұқалап әйтіп бисеңізде түспейтін көздері мына былың-былың болып тұрған. Барып бәкімен қырып түсті ғой деп және әлі ерінбеген біреуіңіз шығармасаңыздар оңайшылыққа түспейді. Міне